Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сендер меніңсіздер және мен қасымда сыныптасым Айбота және оның інісі Азамат. Амандасып қойыңдар. Сәлем достар. Бүгін біз бір челлендж орындайтын боламыз. Міне алдымызда мынандай соктар бар. Сол соктарды ішіп жарсам, бірақ асықпау керек. Асыққан адам ережені бұзады. Кім? Тоқтаңдар. Кім асығып шығып қойса, сол деген ойында жеңілді деген сөз. Достар, ал біз қазір жарысатын боламыз. Және лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Біз алдағы уақытта тағы да видеолар түсіретін боламыз. Ал 3 деген кезде бастаймыз. 1, 2, 3. Мен бірінші отырдым. Мен қара. Мен қара. Бәрібір. Мен ұтылдым. Достар, осы жарыста кім жеңгенін? Айбот екеуміз де жеңген сияқтымыз. Бірақ мен асығып қойдым. Менікі мынандай қалды. Менікі мынандай қалды. Кішкентай ақ. Менікі тоже. Ал Айботанікі мен жеңілдім. мынандай сызықпен бірдей. Сонда достар, бүгінгі біздің жарысымызда әрине өйткені мен көп соғып жіберем, соны үйрен қалғым. Достар, ал Азамат жеңілдім дейді. Азамат мен асығып қойдым достар. Ішім ауырып жатты. Мен ішім ауырмайды. Сау достар. Мен достар, осы үшін лайк және подписка басыңыздар. Достар, өйстіп челлендж орындағанын келсе, біз сияқты көп соққы құймаңыздар. Сіздер бірінші сынып болсаңыздар, аз қойыңыздар. Өткен біз 4-ші сыныппыз. Сол үшін, ал Азамат енді не? 2-ші сынып. Оған аз қойсақ та шашақ болды. Бірақ он көп қойған Айбота деген сыныптасым. Мұнынан газ шығып кетті ғой. Енді газы көп. Ой. Достар, осы үшін лайк және подписка және комментария. Достар, осымен сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.